Барлықтарыңызға сәлем. Бұл мен Аяулым. Біз бүгінгі видеода жалпы сессия, яғни емтиханға қалай дайындалған дұрыс, яғни қалай дайындалу керек. Осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бұл бізде Асфендияров университетінде оқитын студенттер бірінші курс болып түседі. Сол кезде бірінші семестр кезінде көп уақытын өткізіп алады бар ғой. Системаның қалай екенін түсінбейді. Одан кейін қалай болады, жазбаша ма әлде тест түрінде тапсырамыз ба, қанша уақыт беріледі оған дейін деген сияқты нәрселер болады. Бізде бірінші курстың бірінші семестр, яғни бірінші семестр демей ақ қояйық, осы жалпы бірінші курстың өзінде бізде тест, одан кейін жазбаша экзамендер алады. Бізде бірінші тестке тоқталайық. Бізде тест бойынша бізде ИКТ, Қазақстан тарихы, одан кейін цитология және де гистология пәндері бойынша бізде не алады? Сессия алады. Яғни бұл сессиялардың басында мысалға бізде 15 сабақ или 18 апта, яғни 18 апта 18 сабақ болып өтеді. Біздің кезімізде 15 апта оқыдық, ал бізден кейінгілер уже 18 апта оқып жатыр екен. Яғни 18 рет сабақ өтіп бітеді. Соның арасында 2 немесе 4 РК болып өтеді, яғни рубежный контроль. Солардың барлығын өткеннен кейін олардың жалпы бағасы экзаменнің бағасына жете ме әлде жетпей ме деген сияқты ғой. Егер 50-ден жоғары болатын болса, оларға сессияға доступ болады. Яғни бірінші тестке қалай дайындаламыз? Бізде Асфендияров университетінде осы ИКТ, Қазақстан тарихы, цитология, гистология дейтін сабақтардан әр сабақ сайын бізде тест алып отырады. Мысалға бізде цитология бойынша, мысалға жасуша келетін болса, тақырыпқа бүгінгі сабақтың тақырып жасуша туралы бізге сұрақтар келеді. Яғни сол тест арқылы бізге бағалау парақшасы болады. Бізде тест 20%, жазбаша, ауызша сұрау деген сияқтылар болады. Сол сияқты бізде алып отырады. Одан кейін бізде осы әр сабақтың әр 18 аптасындағы жаңағы тесттер болады. Сол тесттерді есімізге сақтап немесе қатемен жұмыс ретінде жаңағы сұрайтын болсақ бар ғой, апайлар негізі береді оны. И сол қатемен жұмыс жасауға деп сұрасаңыздар, жазып, дайындалып, сессияға солай дайындаласыздар. Сол ең удобно әрі ең жаңағы жақсы дайындалу, қатты қиыншылығы жоқ бар ғой. Одан кейін жазбаша бізде только химия ғана. Яғни ол химия кезінде әр сабақ сайын химиялық реакциялар болады, химиялық жаңағы конспектілер болады. И соны күнде жазып дәптерге сақтап отырған дұрыс. Жазбашада бізде яғни сол реакциялардың біреуі келеді. Ол да қатты қиын емес болып табылады. Видеоны осылай бөліп түсірейін, енді болмай кетті ғой. Бізде жазбаша сессия, яғни жаңа химияны айта кеттік. Енді химия кезінде негізінен күнделікті сабақта бізде бөш, сроп дейді, яғни одан кейін сро дейтін сияқты нәрселер болады. Яғни соларда бізде тапсырмалар болады. Сол тапсырмаларды күнделікті орындаймыз, жазамыз, тапсырамыз. Ең соңында билет болады. Сол билетті негізі есімізде сақтап қалған дұрыс. Примерно ол билетте кәдімгі өзіміздің оқыған нәрселеріміз келеді негізі бар ғой. Мысалға сропты шешу барысында сроптың тапсырмаларын тақтаға шығамыз, апай тексереді, қатесін көрсетеді, мына жерде мынандай болады деп. Негізі химия апайларға бір таңғалатыным, студенттердің өзі тауып алсын деп отырмайды. Олар көмектеседі, сразу соған риза боламын. Бірақ қалай көмектеседі, солай сығып тұрып сұрап алады. Сол үшін бір риза болатын жерім сол. Сразу түсініп алып кетеміз, и бізге билет келеді. Соңында сабақ бітеді ғой, бізде 3 сабақ химия болса, 3 сағат бітеді. Соңында бір 20 минут қалған кезде бір 5 сұрақ па береді реакциялармен. Соны аламыз да тарс-тарс жазып тастаймыз. И сенің билетіңе қарайды, тарс-тарс бағасын қойып береді. Сен оқыдың, оқымадың, содан білінетін негіз бар ғой. Сол үшін күнделікті жаңағы сро деген сияқты нәрселердің барлығын күнде дәптерге жазып алған дұрыс бар ғой. Одан кейін билеттер болады. Сол билеттерді де есіңе сақтап, примерно қандай келеді. Сол билеттердің арасынан келеді ғой, экзаменнің сұрақтары бар ғой, жазбаша тапсыратын болсақ. Сол жағы өте оңай болады. Қатты қорқудың или болмаса не істеудің қажеті жоқ. Тарихта кәдімгі Қазақстан тарихы мектепте өтіп жүргендей кәдімгі оңай болады тарихтың тесті.
ал осы химияда биорганика болады, одан кейін органикасы тура 11 класстың химиясы, биорганикасы кішкене қиындау болуы мүмкін, бірақ ол да оңай. Одан кейін ИКТ, яғни ноутбукпен жұмыс істей алсаңыздар, ол өте оңай бір ғой. Оның жаңағы функциясын қалай жасау керек, HTML, яғни өзіндік кодтары болады ғой, сол кодтардың жақсылап біліп алсақ, кейде онлайнға, егер осы ИКТ тест, яғни экзамен тест болатын болса, онда біз кәдімгідей дайындаламыз бір ғой, жазып солай. Ал жазбаша болатын болса, бізге бір сурет береді, бір файлға барамыз, жазбаша тапсыратын болсақ, біз міндетті түрде офлайн барамыз. Ал қазіргі бірінші курстар бізде онлайнға шықты да, сонымен үйлерінде кәдімгідей өздерінің ноутбуктарымен тапсырып жатыр қазіргі таңда. Ал біз бірінші курста олай офлайн барып, бізді қадағалап, солай тексеріп, бүкілін алып шыққанбыз. Сол жағы оңай болады. Цитологиядан да тоже сондай біз барып тапсырдық тест-центрда. Қатты қиын болған жоқ, бүкілі оңай болды негізі. Ең бастысы, бірінші курс болып түстің, үлгермей қалдың, сессия жақындап қалды, не істеймін, уже дайындала алмаймын деп солай. Не болады ғой? Қалай айтсам екен? Қалай айтады еді? Қорқудың қажеті жоқ негізі бар ғой. Дайындаламын дейтін адам 2 аптаның ішінде дайындалады негізі. Негізі медицинаның негізін біліп түсініп алған адам сразу алып кетеді бар ғой. Мен де кейде дайындала алмай қалатын кезім болады ғой. Енді мен де медик студент болғаннан кейін солай болады, бірақ алып кеттім. Сол кезде өзіме қатты қуанамын, өйткені мен білдім. Негізгі базаларын білдім. Күнделікті сабақтардан оқып жүргенімді біліп жүрдім, бірақ ештеңе жазбай, солай иногда жазғым келіп тұрған жоқ деп кетіп қалатын кездерім болды бар ғой. Сөйтіп экзамен келген кезде өзім қолға алдым, болды мен өтем, қалай да болмасын дедім. Кітапты аштым, тарс білетіндерімді қайталап шықтым ерінбей. Но билеттер есіңе түсе бастайды. Наны оқып жатасың, мына кезде мына билетте келген, мына кезде мына билетте келген деп түртіп алып отырасың, и кірердің алдында полный бір алып, бір қайталап шығасың, и өзіңе готов болып кіресің. Қалай да болмасын мен өтсем де өтем, өтпесем де өтем деп солай кірсең, болды арай қорықпай. Сол үшін немесе өзің кітаптан оқи алмаймын, есіме түспейді дейтін болсаң, группаның ішінде обязательно бір адам соны жазып жүреді бар ғой. Сондай. Мен басында жазып жүрдім, бірақ екінші семестрімде жазбай қойдым бар ғой. Бірақ группалардан сұраған кезде осындай жазып жүргендер болды, солардан сұрап, солай дайындалып жүрдім. Или болмаса, көптеген ақпараттар бар шығар негізі. Бірінші курста мынандай сессияға дайындалатын, мына кезде сол келген сұрақтар, 2019-да келген сұрақтар дейтін сияқты файлдар болады. Сол файлдармен де дайындалсаң, солардан да келіп қалу мүмкін бір ғой. Егер ол саған керек болатын болса, маған жаз, саған жіберуге. Мен оның барлығын жаңағы бір файлға сақтап қоямын, ноутбуктан бір ғой. Бірінші курста келгендер, екінші курста келгендер, бірінші курстың бірінші семестрінде келгендер, екінші семестрінде келгендер деген сияқты. Мен өзім қазіргі таңда екінші курс оқып жатырмын. Сессияның барлығы бітті. Енді сол ноутбуктың іші не болып жатыр? Араласып жатыр. Бірақ бірінші курстың файлдарын бір шетке қойып қойғам, бірінші семестрдағы болғандарын. Бірақ осы бірінші семестрдағы, екінші курстың бірінші семестріндағы заттар каша болып жатыр. Соны барлығын түзулеп, маған жазсаңыздар, мен сіздерге бірінші курстың қай семестрінде келген нелерін жібере аламын файлдарын, Мен енді қазір примерно деп осы бірінші курсқа түскен немесе түлектер болады ғой. Енді қалай оқимын, неден бастаймын, или болмаса басқа да студенттер бар ғой, мысалға МУА, Қарағанды, Семей жақтардағы, Ақтау деген сияқты жақтардағы медициналық университеттерден студенттері көріп отыратын болса, сіздерді қандай сұрақтар мазалайды, или болмаса қандай сұрақтарды білгіңіз келеді. Менде класстастарым, достарым бар МУАдан, Семейден, оларда қалай болады деп мен сұрастырып, сіздерге бір жеке бір видео бүкіл ақпаратты айтуым мүмкін. Мен вообще айта алмай тұрмын бар ғой, мына жерде дейтін. Солай, егер видео ұнаса, лайк, комментарийға өздеріңіз білгілеріңіз келетін сұрақтарды жаза кетіңіздер. И мен сол туралы жауап беріп немесе видео түсіруім мүмкін.